Таразда тозығы жеткен жылу құбырларын жаңарту жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Айта кету керек, былтыр негізгі магистральда 6 апат орын алса, 2022 жылдың қасында құбырлар 9 рет жарылған. Ең қызығы, апаттың алдын алу үшін 9 айға жоспарланып басталған жұмысты мамандар 5 айда аяқтаймыз деп отыр. Қолға алынған істің қарқыны қалай? Нұрғиса Қаржаубай көріп қайтты. М1 жылу жүйесі 1990 жылы салынып, 25 жылдық пайдалану мерзімінен өтіп кеткен. Қазіргі таңда тозу деңгейі 80%-ға жетіп отыр. Былтырдың өзінде үлкен магистральда 6 рет апат болған. Қазіргі таңда республикалық бюджеттен 7,1 миллиард теңге бөлініп, толықтай қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Биылғы қаражат бөлінген бөлігінде біз 4-3 километрді ауыстыратын болып отырмыз. Қазіргі кезде 4-3 километрдің бізде 3-2 километріне 70%-ында демонтаж жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Жалпы мерзімі 5 айға беріліп отыр. Енді сметалық құны 9,5 ай. Біз мердігермен келісе отыра жалпы 5 айда осы бөлінген қаражат аясында жұмысты жүргізуді жоспарланған. Қазірде ескі желінің орнына кең диаметрлі құбырлар салынған. Құрылысты уақытылы бітіру үшін 120 жұмысшы мен 40-тан аса техника жұмылдырылыпты. Әр іс қатаң бақылауда. Ал Сенат депутаты Бекболат Орынбековтің айтуынша, жылу энергетикаға заңды өзгерістер енгізілді. Мердігер мардымсыз жұмыс істесе, заң бойынша жазаланады дейді. Яғни бұрынғыдай айыппұлмен құтыла алмайды. Жылу энергетикаға заңды өзгеріс енгізілді. Бүгінгі таңда бұның ішінде жіберген кемшіліктер қылмыстық жаңағы кодекске енгізіліп барып заңда күшейтілді. Оның жаңа жергілікті атқарушы органдары бір бөлек, мердігері бір бөлек, авторлық қадағалау бір бөлек, техник қадағалау жұмыстары бір бөлек. Сол себептен бүгінгі таңда осы жобалар заң күшіне енгізілді, мемлекет басшысы қол қойды. Жауаптылардың айтуынша, жылу желілерін жаңарту жұмыстары 1 қазанға дейін толық аяқталады. Ал жазғы каникулға шығып, Жамбылдағы мәселелердің мән-жайын білмекке келген Бекболат Орынбеков 11 тұрғын үйдің қасбеті мен шатыр ауыстыру жұмыстарын көзбен көрді. Алдағы уақытта аудандарға да ат басын бұрмақ. Нұрғиса Қаржаубай, Елдар Түстікбаев, 24 News.